күн, құрметті желі қолданушы оқырмандар. Ардагер ұстаз Маркиза Базарбайқызының әкесін іздеген ұлы шығармасын қолға алып, өз оқырмандарына жақынырақ танытуды мақсат тұттым. Осы шығармадан қысқаша баяндап өтетін болсақ, ойын балалары бірі 5-тен, бірі 6-дан ендіған асқан Санат пен Әділдің әкесін іздеп үлкен шаһарға аттануынан бастау алады. Бала қиялы әкесін табу. Талай жолдарды артқа тастап, орта жолдан жеткен уақытта Әділ шаршағандығын айтып кері қайтады да Санат ілгері қарай жылжи түседі. Осылайша бала жол үстінде түрлі оқиғаларға тап болады. Ол өзінің жолшыбай жүріп көше бұрылысында көзіне таныс мектеп жанынан өтіп бара жатқанда бір бозбала шақырып алып, қолындағы бүктеулі қағазын бір нұсқаған бейтаныс бір бойжеткенге жеткізуді өтінеді. Ол өтінішін жерге қалдырмай міндетін атқарады да алға қарай жылжиды. Осылайша бала жол жүріп келе жатып, тағы да дорба асынған, қолында таяғы бар әжейді көріп, оған да көмек қолын созып, батасын алып өтеді. Шаршаңқырап, жайлап келе жатқан бала бір уақытта демалып болып отырады. Осы кезде бұтақ басына ілінген мысықтың жерге түсе алмай тұрғанын көріп, оған да көмек қолын созғысы келіп ұмтылды. Алайда өзінің әрекетінен ештеңе шықпайтыны ұққан, ол жақын маңда жүрген полицейді көмекке шақырады. Осылайша мысықты екеулеп түсіріп, әжейге табыс етеді. Банағы баланың іс-әрекетіне қызыға берілене қарап тұрған әжей басынан сипап, немерем деп құшағына басады. Осы сәтте әкенің баласына қауышуына осы әже себепкер болады. Әке мен баланың махаббатына куә болып қарай қалған әже іштей осы Санаттай барлығы да іздеген тапсай еді дейді. Міне Маркиза Базарбайқызының әкесін іздеген бұл шығармасында қысқаша желісі өз оқырмандарын жалықтырмайды. Ол бала кейіпкерлердің басынан өткен оқиғаларын әңгімеге арқау еткен. Отбасындағы әке рөлі, сәбидің сезімі, ой арманы, мұңы, ізденісі, оқырман жанының нәзік пернесін ашары сөзсіз. Өнегелі де тағылымды әсері мол шығарма. Бүгінде көзден де көңілден де таса болып қалып бара жатқан әдет-ғұрыптарымызды осы балалардың қимыл қозғалысы мен іс-әрекетімен жеңіл ұғымды жеткізе білген. Бұл кітаптың негізгі құндылығы сол өн бойынан халқымыздың өтіп кеткен келбеті, тағдыры мен қилы заманын аясынан күн сәулесіндей жарқ етіп, жылт етіп белгі беріп көкейге қуаныш кернейді. Сондай-ақ бұл шығарманың тағы бір ерекшелігі сөйлемдері, айтылған әңгімелері дайын сүгірет. Құрметті оқырман, көз жеткізіңіз келсе, осы кітапты оқуға кеңес етемін. Қызыққа батып, ой өрісіңіздің кеңейтіліп, талғамыңыздың биіктейтіні анық.